Бүгінде күй өнерінің ұлттық маегін жоғалту қаупі төніп тұр. Қазақтың қара домбырасынан төгілген шертпе күй өнерінің академиялық үлгіде дамытылуы оған бірден бір себеп дейді Қуаныш Мақсұтов. Осыған орай қаламызда арнайы күй фестивалі өтті. 20-ға жуық домбырашының басын қосқан шараның басты мақсаты шертпе күйдің дәстүрін сақтап, ұлттық өнерді заманға сай дамыту. Темірлан Шөкенов Тәттімбет атындағы өнер колледжінің студенті. Домбыраға деген қызығушылығы 5-ші сыныпта оянған. Бұл кеште ол Қазанғаптың жұртта қалған күйін орындады. Күйшінің айтуынша, күйді ойнауда өзіндік ерекшеліктер бар. Осы күй арқылы қиын-қыстау күндері ел айырылып, аза тұтқан жұрттың үнін жеткізуге тырысуда. Шабыт университетінде оқуға түсуге талаптанып жүрген жас талант алдағы уақытта өнерін әрі қарай дамыта түспек. Қазіргі домбырашыларды айтсақ, домбырашылар көп Қарағандыда күннен-күнге көбейіп барады. Осы Тәттімбет колледжіне түсетіндер де көп, түсейін деп жатқандар да көп, бітірейін деп жатқандар да көп. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанаты Жастар отанға бағдарламасының аясында фестиваль биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Шараға жас өркен ансамблі мен аймағымыздың күйшілері қатысуда. Биылғы жылы Достық үйінде күй орталығын ашу жоспарлануда. Сәйгез қорының басшысы Қуаныш Машкенұлы Қарағанды облысы басшылығы мен келісім шартта жасаған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальді өткізу жылдағы дәстүрге айналмақ. Біз қазір күйді дамытамыз деп бүлдіріп алдық. Нота деген қалқа. Нотамен тартқандардың барлығы музыкант домбырашылар. Ал нағыз күйші ол қазақ. Қазақтың болмысын, ұлттық болмыс сақтап қалады. Ошаған олық барағанда біз қазір бүгін мәйегін сақтап қалуымыз керек. Қазақстанда шертпе күйдің мәйегін сақтап, ұлттық нақша тартатын 14 күйші қалды. Қалғанның бәрі домбырашы музыкант. Фестивальде жас өнерпаздар Ақсақ Құлан, Сарыарқа, Ел айырылған сынды ел арасында кеңінен танымал туындылар орындады. Кеш соңында қатысушыларға алғыс хаттар табысталды. Меруерт Балкеева, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.